Бәріне сәлем достар, бұл Ойшыл каналы. Достар, бүгін біз өте қызықты эксперимент жасаймыз. Бір сөзбен айтқанда, товар өндірушілері товардың сыртында жазылған салмағын қаншалықты дұрыс жазған. Мысалы, мына чипсида 165 грамм деп жазылған. Ол товардың таза салмағы. Сол сияқты біз осындай әртүрлі өнімдерді сатып алдық. Олардың әрқайсысын бір-бірлеп осындай салмақ өлшегішпен салмақтарын өлшейтін боламыз. Ал енді бірінші кофеден бастағымыз келіп тұр. Бізде осындай екі түрлі кофе бар. Бұл екі кофенің өндірушілері де, сыртқы пішіндері де әртүрлі. Бірінші мына кофеден бастайық, салмағы қанша екенін. Кофенің салмағы 20 грамм деп шығарып тұр. Кофенің артқы жағында 17,5 грамм деп жазылған. 20 грамм дегеніміз кофенің сыртымен бірге есептеген кезде 20 грамм шығарып тұр. Ал енді бұл кофенің таза салмағын қалай есептейміз? Қазір оны қысқаша түсіндіріп кетейін. Бізде мынандай кішкентай стаканчик бар. Стаканчикті салмақ өлшегішке қоямыз. Оның салмағы 2 грамм екен. Біз салмақ өлшегіштен 2 граммды алып тастаймыз. 0 қылып. Вот. Қазір салмақ өлшегіш стаканчиктің салмағы қанша екенін есептемей тұр, есептей алмай тұр. Енді бұған үстіне кофені құямыз. Кофенің таза салмағы 18 грамм деп жазылған. Ал мына жерде таза салмағы 17,5 грамм деп жазылған. Біздің салмақ өлшегішіміз 18 грамм көрсетті. Ол дегеніміз 0,5 грамм кофе артығымен бар екен. Енді келесі кофемізге көшеміз. Біздің бұл екінші кофеміздің салмағы 25,5 грамм екен. Енді бұны да жағындай қылып есептеп барайық. Стаканды қоямыз, 2 грамм, 2 граммды алып тастаймыз. Кофемізді біріншісін құйып болдық, 25 грамм шығарып тұр. Енді бұның бір қызық жері, кофенің артында мынандай кішкентай шоколад па, сондай заты бар екен. Кофеміздің салмағы 26 грамм деп шығарып тұр. Бұл жерде 25,5 грамм деп шығарып тұр. Бұл жерде де дәл жаңағыдай 0,5 грамм артығымен бар екен. Ол дегеніміз өте жақсы көрсеткіш. Ал енді келесі неге? M&M's салмағын өлшейміз. M&M's сыртында 45 грамм деп жазылған, ал біздегі салмақ 46 грамм. Бұл дегеніміз M&M's компаниясы өзінің тұтынушыларына жақсы жауапкершілікпен қарайды деген сөз. Ал енді келесі Skittles'ты тексереміз. Skittles'тың салмағы 37 грамм көрсетіп тұр. Ал бұның сыртқы упаковкасында 38 грамм деп жазылған. Менің 1 граммым қайда Skittles? Тұрат. Упаковкасымен бірге 38 грамм болып тұрма сонда? Skittles сонда сыртымен бірге есептеген бе? Жоқ, таза салмағы деп жазылған аяқта. Не істеп жатсың? Қармыш. Ой, айтпайсың ба? Қазір жатыр, жеме, оны не істейміз? Жатыр қазір. Дәмді екен. Үш өте келді. Қалай заказ бердің? Қара. Allfood деген приложениемен заказ бердім. Ол приложениеде барлық тағам түрлері бар. Қара. Приложениеде деген кафелерге соға отырмайсың. Мына приложение арқылы заказ бересің. И кафе заказыңды қабылдайды да азғантай уақыт ішінде жеткізеді осылай. Достар, Allfood приложениесімен тез және ыңғайлы өзіңіз қалаған тағам түрлерін заказ берсеңіз болады. Сілтемесін осы видеоның астында қалдырып кетемін. Достар, енді чипсиға келдік. Чипсиді өлшейміз, қанша екенін. Так, мына біреуіне полностью симайт сияқты да, екеуіне қайыр. Сейді ма полный? Достар, біз чипсиді мынандай екі стаканға салдық. Енді осы екі стаканның салмағын салмақ өлшегіштен алып тастаймыз. Екеуі 9 грамм болады екен, 9 граммды веседен алып тастаймызды. Енді минус 9 ұлт, екеуін қоямыз. 166 грамм.
Сыртында неше грамм деп жазылған? 165. 165. Тоже 1 грамм жоғары өзіне жазылғанынан. Тоже жақсы көрсеткіш. Енді келесісі. Семечка? Да. Хорошо. Достар, семечканы осындай кішкентай стаканчикке салдық. Енді дәл жаңағыдай весыйдан стаканның салмағын алып тастаймыз. 2 грамм болу керек. Вот, 2 граммды алып тастаймыз. Семечканы қой. 47 грамм. Ал сыртында 50 грамм деп жазылған. Ішінде қалып қойған жоқ па? Жоқ. Сыртында, үстінде бар сыртында. Может, 50 грамм болады. Жаңағыдай ма? О, айна. Достар, бұның да семечкінің де сыртымен бірге 50 грамм болып тұр, бірақ так, таза салмағы деп жазылған ба, қара жер? Таза салмағы. Таза салмағы 50 грамм деп жазылған, ал 48 грамм шығарып тұр бізде салмақ өлшегішіміз. Тоже джин, біздің 2 грамм семечкіміз қайда? Ладно, 2 грамм дегеніміз ондай қатты көрсеткіш емес те, Ажол, ештеңе етпес. 1-2 грамм. Ладно, енді келесісі. Ролтон? Енді достар, келесі ролтон, обычный ролтон. Ішінде тұзда бар. Так, тұзын бөлек есептейміз. Так, тұзында граммдар жазылды ма екен? Жоқ, граммдар жазылмаған. Общий 60 грамм. Общий 60 грамм деп ойлайсың ба? Так, бірінші былайына өзін есептеп көрейік. Так, тоже жаңағыдай стаканның салмағын алып тастаймыз. 5 грамм. 5 грамм стаканның салмағы. Енді ролтон. 54 грамм. Сыртында неше деп жазылған? 64. 64? Қайсы? 60 деп тұр. 60 грамм деп тұр ғой. Сыртында 60 грамм деп жазылған ролтонның. Мына жерде 54 грамм. Тұзы мен майын салып барасыз, не? Майды? 60. Тұзы мен майымен бірге есептеген ба, сонда таза салмағын? Таза салмағы. Екеу. Все. Точно шығып тұр ғой. Тұзы мен майымен бірге. Сыртының упаковкасы есептелмеген шығар енді. Упаковкасымен бірге неше? 62 болады екен. Жоқ, идеальный кәдімгідей. 60 грамм деп жазылған, 60 грамм шығарып тұр. Четко, ешқандай аз да емес, артық та емес. Просто мен жаңа ойлағаным, өзінің салмағы 54 болып шығып тұрғасын, там андай көп салмақ аз шығар деп ойладым. Оказывается, тұз бен майымен бірге есептегенде екен ғой. Енді келесін енді. Чай ма? Все. Аша бер. Андай пакетикте тұратын чай ғой, да? Так, ішіндегі біреуінің салмағы өлшейміз, так, сыртында қалай жазылған? Так, біреуі 1,8 граммды. Так, 45 грамм деген полный бәрі чайдың салмағы ма? 25 штугы бар ішінде де, 1,8 грамм. Так, біреуі осылай сыртымен бірге есептелем екен қазір. Көрейік. Қалай екен бұл кішкене түсініксіздеу? 2 грамм. Біреуі неше деп шығарып тұр? 1,8 грамм. Значит, мына чайдың ішіндегі таза чайдың өзінің салмағы сияқты ғой жазылған. Ішіндегі? Так, онда жаңағындай қылайық. Бәрін төгейік соң. Жоқ. Стаканның салмағы бірінші. Стаканның салмағын весіден алып тастаймыз. Енді таза чайдың өзінің салмағын есептейміз. Ой, қатқа төгіп кетпесін. Так, 1 грамм деп шығарып тұр. Біздің весейіміз деген 2 грамм. Так, 2 грамм. Почти 1,8 грамм мен 2 граммның несі арасы. Біздің весейіміз 1 граммда, онда бүтін бірдеңе дегенді көрсетпейді ғой деймді. Көрсетпейді, 1 грамм немесе 2 грамм деп сөйтіп кезек-кезек көрсетеді сияқты. Жоқ, Ақжол, енді битик. Давай. Барлық чайды ашып сәпшіне құямыз ғой, или қалай болады қазір? Қалай есептейміз? Өзі есептек. Так, давай, битик барлығын ішіне салып тастап осының. 45 грамм деп жазылды ғой, жаңа 25 штугына. Соны бір айтып жіберейік. Так, 54 грамм. 53 грамм, 54. Жақта 45 грамм деп тұр. 45 грамм. Значит, каждый чайдың ішіндегі таза салмағы есептелген болып тұр ғой. Сырты есептелген. Онда түсінікті, жаңа біз біреуін өлшедік. Біреуін өлшеген кезде 2 грамм болды. 2 грамм болды. Примерно келеді ғой. Бұл Бұл да тоже жаңағындай, достар.
барлығы нормально. Жақсы шығып тұр, өзінің салмағына сәйкес келіп тұр. Ешқандай жетпей қалады деген жоқ. По идее артығымен шығарып тұрған сияқты. Енді келесі не Ақжол? Келесі сникерс. Сникерс. Сникерстің салмағы. Так, весі жағындай қосып аламыз. 0 шықты. Ашық болсаң өзіне ұқсамайсың. 51 грамм. Ақжол, сыртына неше жазылып тұр? 50,5. 50,5 грамм. Так, бұл да тоже 51 болып тұрса. Бір қызығы да сыртын қойып қарайық. 52 грамм. Жоқ, ладно, ол 51 грамм тоже асып тұр ғой өзінің салмағынан. 0,15 грамм асып тұр. Тоже жақсы. Бұл дегеніміз тоже сникерстің өндірушілері тоже честно, барлығы жақсы, нормально. Бізде андай болған жоқ та, өзінің салмағына кем шығып қалатын болды ма? Жоқ, бір продуктерде болды ғой, мана азғантай жетпей қалатын. Оны видеодан қарармыз. Мен өзім ұмытып қалдым, қайсысында қалай болғанын. Көп. Сонымен барлығын жасап болдық та. Достар, барлық продуктлеріміздің салмағын өлшеп болдық. Айтпақшы, осы біздің видеомыздың, біздің каналымыздың спонсоры Allfood мобильный приложениесі. Достар, сіздерден сұрайтыным, осы приложениені әрқайсыңыз скачать етіп қолдансаңыздар. Өте жақсы, ыңғайлы приложение. Біздің осы каналымызға, эксперименттерімізге спонсор болып жатқан осы мобильный приложение болғандықтан сіздерден, достар, сұрайтыным, әрқайсымыз осы мобильный приложениені скачать етіп, осыны қолданыңыздар. Өйткені біздің осы жасап жатқан эксперименттерімізге қолдау көрсетіп жатқан сол мобильный приложение. Осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кетем, әрқайсыңыздан күтемін. Скачать етеді деп сенемін, достар. Осымен видеомыз аяқталды. Келесі видеода кездескенше, достар.